Сәлеметсіздер ме? Александр Сергеевич Пушкин атындағы қалалық балалар кітапханасы дарынды балалар егемен елдің ертеңгі жобасы аясында жұмыс жасайды. Дарынды балалар біздің болашағымыз. Олар әлемді жақсы жаққа өзгертуге, жаңа форматтар мен технологияларды дамытуға дүниеге келді. Бастысы дарынды балалармен дұрыс жұмыс жасай білуіміз керек. Дарынды балалармен жұмыс жасау уақыт талабы. Әр адамның өзінің бойына біткен ерекше таланты болады. Соның бірі спорт. Спорттың түрі көп. Бірі күшті болуға, екіншісі жылдамдылыққа, үшінші табандылыққа баулиды. Ал тағы бір түрі ойлауға үйретеді. Оларға шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ жатады. Олай болса, бүгінгі шығарылымның қонағы талантты, білімді, зерек, керемет жетістіктермен ерекше кейіпкеріміз Аминамен танысамыз. Садыр Амина Әлихан Бөкейхан атындағы жалпы білім беретін мектептің 7-ші сынып оқушысы. 8 жасынан бастап тоғызқұмалақ ойынымен айналысады. Бірнеше республикалық, облыстық байқауларға қатысып, жүлделі орындар алып жүр. Республикадан да жеңістері көп. Амина Қарағанды қаласында тоғызқұмалақтан Қазақстан Республикасының чемпионатында блиц түрінен бірінші орын алған. 2022 жылдың үздік спортшысы және 2023 жылдың үздік спортшы байқауының жеңімпазы. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған Қазақстан достықтың мекені тілдер фестивалі аясында өткен Ахаңның мысалдары көркемсөз оқудан бірінші орын және Бауыржан оқулары республикалық байқауында жас оқырман номинациясында бірінші орын алған. Сәлеметсіз бе, Амина? Сәлеметсіз бе? Амина, сұхбат беруге келіскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қазақ халқының ежелден ұлттық спорттарының бірі тоғызқұмалақ. Тоғызқұмалақ ата-бабамыздан келе жатқан 4000 жылдық тарихы бар ұлттық ойын. Қазақтың ақыны Абай Құнанбаев атамыз да осы тоғызқұмалақ ойынын ойнаған. Семейде музейінде тоғызқұмалақтың тақтасы сақталыпты. Ол шығармашылық пен логиканы дамытады. Сол себепті бұл ойын оқушыларымыздың арасында да кеңінен танымал. Алғашқы сұрағымызды, сіз тоғызқұмалақ спортына қалай келдіңіз, қызығушылығыңыз қалай басталды, жалпы тоғызқұмалақ ойыны туралы айтып берсеңіз. Менің негізі осы тоғызқұмалақ ойынына келуімнің бірден-бір себебі ол менің сыныптастарым болған болатын. Себебі олар мені осы ойынға итермелеп, Амина қатысайшы дегеннен кейін менің осы ойынға тіптен қызығушылығым арта түсіп, мен осы ойынға келіп, осы ойынды дамытамын деп шешкенмін. Тоғызқұмалақ ғасырлар бойы қалыптасқан халқымыздың ұлттық ойыны. Балаларға беретін пайдасы туралы айтып кетсең. Негізі тоғызқұмалақтың былай қарасақ пайдасы өте көп, себебі оның арифметикалық себебі осы тоғызқұмалақта негізі арифметика мен алгебраның элементтері болғаннан кейін ол математика сабақтарын дамытып, сақтау қабілетін дамытып, ойлау қабілетін өсіреді, және де оның үстіне оның терапиялық сипаты да зор екен. Енді Амина, мына жерде бірнеше сертификаттарыңызды көріп отырмыз. Сол сертификаттарыңыз туралы айтып кетсеңіз. Менің бұл сертификаттым Монғолия елінде болған, бірінші орын алғаннан кейін осы сертификатты бұйырған болатын. Ал енді мынау 150 мың теңге сертификат, ол яғни мен Монғолияда бірінші орын алуымның себебі мен Монғолияда Азия чемпионы атанғаннан кейін маған осы сертификатты өзімнің аға жаттықтырушым, тренерім берген болатын. Одан кейін бұл сертификатты мен 2023 жылдың үздік спортшысы атағын алғаннан кейін маған да осы сертификатты берген. Сіздің бұл сертификаттан басқа да жетістіктеріңіз бар екен. Сол туралы қосымша айтып кетсеңіз. Менің жетістіктерім негізінде өте көп. Мен көптеген республикалық жарыстарға қатысып, олардан да жүлделі орындар алып отырамын. Қазіргі кезде менің жаңағы айтып кеткендей Азия чемпионы сертификатым, және де осы тоғызқұмалақтан Қазақстан Республикасының чемпионатында бірінші орын алған болатынмын. Және де осы мадақтамаларым үшін мен осы 2022 жылдың үздік спортшысы және де 2023 жылдың үздік спортшысы атағын алғанмын. Енді қай жарыс ерекше есіңде қалды? Ерекше есімде қалған ол осы Монғолия шығар. Себебі ол Азия чемпионы,
өте қобалжыған болатынмын, қалай ойнаймын, не істеймін деп. Мектепте тоғызқұмалақтан өзге спорттық үйірмелері бар ма? Және басқа қандай үйірмелерге, іс-шараларға қатысасыз? Мен мектепте өте белсендімін. 115-ші мектепте оқығанда осы тоғызқұмалаққа жаңа ғана келгенде мен тоғызқұмалаққа дейін де бимен айналысқан болатынмын, бірақ тоғызқұмалаққа кіргеннен кейін мен түсіндім, тоғызқұмалақ ол менің өмірім, мен тоғызқұмалақты ары қарай дамытуым керек. Тоғызқұмалақтан басқа үйірмелерге қатысқым да келмей кеткен болатын. Сол үшін де мен осы тоғызқұмалақпен ғана айналысып, тоғызқұмалақты ары қарай дамытып, Қазақстанның атын белестерге шығарам деп шештім. Орындала берсін, мақсаттарыңа жете бер. Енді Амина, сенің тоғызқұмалақтан басқа көркем сөз, өлең оқуда өнерің бар екен, содан алған бірнеше алғыс хат, мадақтамаларың бар екен, сол туралы бір сөз айтып кетсең? Мен осы 29-ші мектепке көшкеннен кейін менің апайым қазақ тілі мен қазақ әдебиетінен мені османилеп оқуға жаздырды. Одан кейін мен османилеп оқуларда өлеңдерді жаттап, оларды мәнерлеп айтуға дайындалып, осы көптеген, мысалы мынау Бауыржан 150 жылдығында арналған Қазақстан достықтың мекені деген атты тілдер фестивалінде бірінші орын алып, мынау кітапты маған сыйлық ретінде берген болатын. Қазақ және әлем тілдері мақал-мәтелдерін, және де осы Бауыржан оқуларында да республикалық байқауда жас оқырман номинациясының бойынша бірінші орын алған болатынмын, және де Майдангер мұрасы дейтін Барсаба Мәуленовтың 100 жылдығына орай ол жерден де бірінші орын алғанмын. Амина, жалпы алдағы өміріңе, жетістіктеріңе сәт сапар тілеймін, жолың ақ болсын. Амина, мынау статуэткалардың туралы бір сөз айтып кетсеңіз? Менің мына айтылмаған статуэткам қалған еді. Бұл статуэтка менің тоғызқұмалақтың Қазақ СССР-ның чемпионы Аймағамбетовті еске алуға арналған облыстық турнирінде бірінші орын алғаным үшін осы статуэтканы берген. Ал мына 2022 жылдың үздік спортшысы статуэткасы ол маған жылда жақсы өнер көрсеткенім үшін, жақсы жетістіктерге жеткенім үшін берілген статуэтка болатын. Ал мына 2023 жыл осы биыл алған кез келген спортшыға беріле бермейді. Монғолияда Азия чемпионатында бірінші орын алғаныма берілген болатын. Міне өте әдемі, өте ерекше. Сосын бұл Кенжетаев республикалық рейтингілік жарысында берілген медалім болған. Бірінші орын алғаным үшін, және де осы Қазақстан Республикасының чемпионатында да бірінші орын алғаным үшін осы 3 медаль, жалпы осы медаль берілген. Амина, сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы болашағыңа бірнеше белестерге жете бер, сәттілік тілеймін. Тоғызқұмалақ жалпы адам баласын сабырлыққа тәрбиелейтін ойын. Баланың алдыға қарай ұмтылуына көмегі тиеді. Қытай ғалымдарының зерттеуіне сенсек, тоғызқұмалақ тастары баланың алақандағы кейбір нүктелерді де емдейді екен. Біз оны көп байқай бермейміз. Осындай пайдалары да бар. Осы тоғызқұмалаққа келген негізі мен үшін ең дұрыс шешім деп ойлаймын. Себебі тоғызқұмалақ ол тек қана қайсарлықпен ойлау қабілетін арттырмай ғана, ол өмірде әрдайым дұрыс шешім қабылдауды үйретеді мен үшін. Екі адам арасында ойналады. Тоғызқұмалақ ол яғни тоғызқұмалақ ол екі тақта, яғни екі қазаннан 18 отаудағы 162 құмалақтан тұрады. Және де ойын барысында әр ойыншыға өз бір қазанмен, яғни өзінің қазанмен 9 отаудағы 9-9-дан 81 құмалақ тиесілі болады. Мен негізгі арманым қазір осы тоғызқұмалақтан спорт шебері деген атақты алып, одан кейін де халықаралық спорт шебері деген атақты да алғым келеді.